Сәлем достар, бүгін манты дайындайтын боламыз. Бірінші мантының қамырын дайындап аламыз. Жылы суға бір жұмыртқаны жарып, әбден араластырып, оған бір шай қасық тұз саламыз да әбден араластырамыз. Сосын бір ас қасық сұйық май құямыз. Қазір қамыр илегенде қамырымыз жұмсақ болу үшін бір ас қасық сұйық май құйдық. Бәрін әбден араластырып, иліктен өткен ұнымызға аз-аздан құйып, қамыр илейміз. Енді қамырымызды осылай басып әбден илеп аламыз да, әбден болғаннан кейін салапанға салып, аздап демалдырып қоямыз. Енді мантымыздың құрамын дайындайтын боламыз. Бірінші фаршымызға бір шай қасық тұзымызды салып, қалауымызша бұрышымызды сеуіп, қара бұрышымызды сеуіп, әркім өзінің қалауынша салады. Бәрі дайындаулы тұр. Ұсақтап туралған жуамызды салып, көбектеп туралған асқарағымызды салып, бәрін әбден араластырамыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін ішіне құрамдарын салып, манты жасаймыз. Жартысын манты, жартысын орама жасап жатырмын. Өстіп дөңгелентіп орап аламыз да. Жандарын әбден бекітіп, мантаваркімізге саламыз. Міне орамамыз бен мантымыз да дайын болып қалды. Ал енді бізге ас болсын, маған комментария жазып, подписация етіп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Достар!